Қазірде біздер музейіміздің рус художниклері суретлеу бөлімінде тұрыппыз. Бұл жерде Роберт Фальк қалеміне тиесілі картиналар жайластырылған. Роберт Фальк 1886 жылы Москва қаласында туылған болып есептелінеді. Миллеті бойынша яхуди миллет уәкілі. 1940 жылдары ол Самарканд қаласына эвакуация қылынады. Игорь Витальевич Савицкийдің ұстазы болып есептелінеді. Роберт Фальктың өзі ұнатып соққан жанрлары бұл портрет, натюрморт һәм пейзаж болып есептелінеді. Бұл жерде натюрморт һәм пейзаж жанрындағы картиналары көрсетілген. Роберт Фальк өзінің картиналарында ешқандай жарқын реңдерден пайдаланбаған. Қарап тұрсаңыз, қандайдыр мұңлық, яғни қайғыны сезесіз. Көбінесе сол тоқ қоңыр реңдерден пайдаланған өзінің картиналарында. Хамде 1939 жылы ол өзінің көргізбесінде совет дәуірінде оның картиналары сынға алынады. Хамде көргізбесінен кейін ешкім оның картиналарын сатып алмайды. Бірақ кейіншелік ол қайтыс болғаннан кейін 1962 жылдары, яғни оның көргізбесі шөлкеместіріледі Москва қаласында. Сол уақытта оның картиналары, яғни Никита Хрущев тарапынан де бағаланады. Қазірде дүнияға белгілі музейлерде оның картиналары жайластырылған, музейлер сол картиналармен қуанады. Бұл жерде рус художниклерінің басқа да шығармалары келтірілген. Бұл жерде Николай Ульянов, Константин Истомин һәмде Алексей Моргуновтың шығармалары көрсетілген. Игорь Витальевич Савицкийдің ұстазлары болып есептелінеді. Һәмде бұл жерде Ровен Мазель қалеміне тиесілі картиналар келтірілген. Ровен Мазельдің өзінен Савицкий тәлім алған. Ровен Мазель 1890 жылы Витебск қаласында туылған. Хам 1910 жылдары ол Германияның Мюнхен қаласына оқуға кетеді. 1914 жылдары болса Москва қаласына қайтып келеді. Хам бір жылдан кейін ол Түркменстанға әскери қызмет сапарына жіберіледі. Хамде сол жерде түркменстанлықтардың үрп-әдеті һәм тарихымен жүдә қызығады. Бұл жерде түркменстанлық қосықшының өзінің милли либасында суретленген. Хамде тарихи шығармаларынан бірі бұл жерде, яғни сол қаланы моңғол татарлар тарапынан бастырып алынуы бұл жерде. Яғни екінші жаһан ұрысы таусылғаннан кейін, яғни 1946 жылы бұл жерде суретленген картинасы берілген. Рус художникларынан бірі, яғни Даниэль Черкес қалеміне тиесілі бұл жерде картиналар жайластырылған. Ертедегі картиналарынан бірі бұл жерде ат басы мен натюрморт жанрындағы картинасы, һәмде соңғы дәуірлерде ісленген бұл жерде пейзаж жанрындағы картинасы келтірілген. Һәмде басқа да рус художника Соломон Никритин қалеміне тиесілі картина бұл жерде ең танықлы картиналарынан бірі болып есептелінеді. Ескі һәм жаңа деп аталады бұл картина. 1976 жылы, яғни Игорь Витальевич Савицкий тарапынан Соломон Никритиннің шаңырақ ағзалар тарапынан сатып алынған. Бұл жерде екі дәуір, яғни салыстырылған, яғни художник тарапынан қазіргі дәуір, яғни бұл жерде совет дәуіріндегі жасылар бұл жерде суретленген, қазіргі дәуірді білдіреді сол уақыттағы. Һәмде ескі дәуірге тиесілі бұл жерде Венера Хайгелі һәмде ұрыс қатынасушысы бұл жерде келтірілген. Бұл жерде Михаил Соколов қалеміне тиесілі картиналар келтірілген. Михаил Соколов Ярославл қаласында туылған. Ол ата-анасының қарсылығына қарамастан художник болып қалыптасқан. Һәмде ол өзінің білімі жеткілікті болмағандығы себеплі 20 жасында ол Строгановов атындағы институтта тәлім алады, бірақ оны тамамлай алмайды. Бұл жерде Соколовтың белгілі картиналарынан бірі Дариядағы думан деп аталады. Бұл картинаны 2005 жылдары, яғни музейіміз реставраторлары қылып отырған уақытында олар бұл кенептің артында басқа да бояулар бар екенлігін сезіп қалады. Һәмде бұны рентгенге алып барған уақытта бұның арқасында, яғни басқа бір белгісіз адамның портреті шығады. Яғни бұл художникке тиесілі болмауы мүмкін, себебі художниктің бұған ұқсас картиналары анықталынбаған.
оның со бас киімі hamde со киімлеріне қарап бұны со рухани екенлігі, яғни болжалған екен. Бұл жерде Климент Редко қалеміне тиесілі картиналар келтірілген. Климент Редко Украинаның Холм қаласында дүнияға келген. Климент Редко 1920-30 жылдарында, яғни Франция қаласына жіберіледі. Франция көркемөнер тарауын үйрену мақсатында. Hamde оның картиналарында со француз көркемөнер тарауындағы со тәсірін көрсеңіз болады. Бұл жерде белгілі картиналардан бірі Мари Луиза портреті, яғни Франция қаласында сленген бұл жерде картинасы келтірілген. Бұл жерде Николай Тарасов қалеміне тиесілі картиналар келтірілген. Николай Тарасовтың әкесі рухани болған. Hamde Тарасовтың тағдыріне тәсір етіп, ол кейіншелік сол руханилық мектебінде қосықшылықтан тәлім алады. Кейіншелік ол художник болып қалыптасады. Hamde ол пұл табу мақсатында ғибадатханаларда қосық айтып бастайды. Hamde ол со суретшілік тарауын таслап кетуіне кесенді етпейді. Николай Тарасовтың дерлік барлық картиналары музейіміз коллекциясынан орын алған болып есептелінеді. Оның картиналарында, яғни со музыка жөнелісінің, яғни тәсірін көрсеңіз болады. Бұл жерде Hamde қосықшылықпенен көркемөнерді бұл жерде ұйғыластырған өзінің картиналарында художник. Бұл музейіміздің графика бөлімі болып есептелінеді. Игорь Витальевич Савицкий тек тамамланған емес, бәлкім тамамланбаған жұмысларды да көрсетуді мақсат қылған. Бұл жерде өзбек һәм рус художниклар тарихіне ісленген графика жөнелісіндегі жұмыслар болып есептелінеді. Бұл жерде эскизлар келтірілген. Мысал үшін бұл жерде Александр Волков, Урал Тансықбаев, Виктор Уфемцев hamde басқа да художниклер тарихіне ісленген. Бұл жерде графика жұмыслары жайластырылған. Бұл жерде Дүния музейі шығармаларының нұсқалары келтірілген. Бұл нұсқалар, яғни танықлы француз скульпторы Фернандо Лежеге тиесілі болған. Һәм ол қайтыс болғаннан кейін оның жесір хаялы Надя Леже оны Россия үкіметіне тапсырады сауға ретінде. Hamde сол уақытта Игорь Витальевич Савицкий Москва қаласына шақырылады. 1975 жылы бұл Дүния музей шығармаларының нұсқаларын таңлап алу үшін 79 дана со шығармаларды таңлап алады. Савицкий сауға тарихасында берілген. Савицкий бұнан жүдә қуанышлы болады, себебі бұл айтады, көпшіліктің құрбы жетпейді шетел мемлекетлеріне бұлардың со оригинал нұсқаларын көру үшін дейді, шетелге шықпастан бұл жерде музейге келіп тамаша қылса болады деп жүдә қуанышлы болады.